Ассаламағалейкум ағайын, қалдарыңыз қалай? Анау коррупция керек, біздің балалар, абитуриенттер оқуға түсе алмайды, түсі сессиясын тапсыра алмайды, жаңағы сессиясын тапсырса кейін жұмысқа орналаса алмайды. Сондықтан да коррупция керек адам дегенде көбі түсінбей жатыр негізі. Неге түсінбейсіңдер? Менің әйелім де түсінбейді. Қызық, мен айтамын, мен любовница керек. Өйткені егерде ол любовница ақша бермесе, ол күн көрінгенмен жүріп кетеді. Күн көрінген жүргенің ол ауырады. Ауырғанын мен ауырамын, мен ауырғанын сен ауырасың деймін де. Түсінбейді. Сіздер де коррупционер түсінбейді екенсіздер. Қызықсыздар, мен таң қаламын. 100-дің 90-ына сенімдімін, 99-ына сенімдімін. Құдай қаласа оны қадағалайды деп тиісті комитет. Біз де оған араласамыз, оны істі аяғына дейін жеткізу керек. Жалпы мемлекеттің қаржысын ондай талан-таражға салу, президенттің тапсырмаларының орындалмауын, оның барлығын тоқтату керек. Сегодня идет восстановление. Коллеги, Жанатас интересен кому-нибудь? Вот скажите, машины почему дорогие? Про автомобили, четкий вопрос. Вам задали вопрос про автомобили. Почему они дороже, чем в России? Подождите. Мы живем лучше, чем россияне? Это же обыкновенные А не только в России, необоснованно дорогие, не считайте так? Сейчас, секунду. Сейчас я до конца ответил журналисту, который мне задал вопрос. Вы удовлетворены Жанатасом? Да? Давайте про машины. Теперь, сегодня вот сейчас становится вот это хайпом или трендом, то, что мы сегодня обсуждаем практически стоимость и цену автомобиля. Это не хайп, это дорого, денег не хватает. Я вам сейчас отвечу. У нас с 2015 года введен в Казахстане утилизационный сбор. Утилизационный сбор был в соответствии с теми нормами, которые у нас приняты в нашем евразийском пространстве. У нас есть определенные соглашения. Сіз убедите, ешкімден қорқпайды. Связь бәрі күшті екенін білдік. Жоқ, фильтрге қатысты міне. Экология басқармасы Асқарбек Макин деген ақсақалдың идеясын ұрлап, Сайранның алдына орнатып қойған. Ақсақалдың әр құрылғысы $1000 тұрса, бұлар $16,000 мемлекетті тонап жатыр. Міне жемқорлар. Жемқорлардың көзі қашан жойылады? Жаңа Қазақстан дейміз біз. $1 миллион. Тоқаев. $1 миллион алды. Міне, қараңыздар. Фондта оқыстан $1 миллион. Міне, өздері мойындап отыр оны. Мен неше рет бардым сақалды басым менен 81-ге келген. Апыр-топыр чөче біз занят. Звондасаң, мы на совещании. Енді звондасаң, мы без совещания. Мәселе шешілген жоқ. Завод салған ондай ақша бөле алмайды. Не надо завод? Завод емес, жаңағындай. Өтірікті сендіріп айтудың өзі өнер деген сөзді статистика бюросы тура мағынасында түсінетіндей көрінеді бізге. Статистиктердің ресми мәліметін оқысаң, Қазақстанда орташа жалақы Европаны өкшелеп алған, ал жұмыссыздық көрсеткіші бойынша Скандинавия елдерінен еш кем түспейміз. Дәл қазір қазақстандықтардың ең басты проблемасы азық-түлік бағасының шарықтауы. Қымбатшылық қарапайым халықты алқымдап тұр. Бірақ ұлттық статистика бюросы 10 жұмыртқа 490 теңге, айранның литрі 390 теңге, пияз 182 теңге, ал қияр мен қызанақ бағасы 1000 теңгенің көлемінде дейді. Оған қоса статистика бюросының мәліметінше 2023 жылдың наурыз айында азық-түлік бағасы шамамен тек 21%-ке өсіпті. Шындығында мәселе одан әрі ушығып тұр. Кеше бүкіл аймақ бойынша Аманат партиясының мониторингтік топтары азық-түлік бағаларының өскенін анықтап отыр. Нәтижесінде пияздың бағасы 350 теңге, қияр мен қызанақ 1600 теңге, ал жұмыртқаның бағасы 600 теңге. Яғни статистика мәліметінде көрсетілген бағалардың 1,5-2 есеге дейін 70-100%-ке өскені байқалады. Рас, қазір дүкенге баруға қорқасын, баға күн санап өсуде. Мысалы, 3 адамнан тұратын отбасы бір апталық тамағына ең кемі 40-50 мың теңгенің арасында ақша жұмсайды. Екіншіден, ресми мәліметке сүйенсек, Қазақстандағы орташа жалақы 339 мың теңгені құрайды. Халықтың жан басына шаққандағы табысы 160 мың теңгені құрап отыр. Бұл статистика мәліметтер. Шынын айту керек, бұл цифрларға қарапайым халық сенбейді. Ең төменгі жалақы 70 мың теңгені құрайтын қоғамда орта жалақы одан 5 есеге көп болуы мүмкін емес. Оған қоса, осыдан 1 жыл бұрын мемлекет басшысы халқымыздың жартысының айлық табысы 50 мың теңгеден аспайтынын көрсеткен болатын. Яғни инфляцияның өсуі, экономикалық рисктердің артуы жағдайында аталған кедей халық табысы күрт артты дегенге ешкім сенбейді. Үшіншіден, соңғы 3 жыл бойы ұлттық статистика бюросы Қазақстандағы халықтың небәрі 4,9%, яғни 450 мың адам жұмыссыз деп келеді.
Сондай-ақ ресми дерек бойынша жастар арасындағы жұмыссыздардың саны шамамен 80 мың адамды құрайды. Шындығына келетін болсақ, осы жастар топтарындағы жұмыс істемейтін, тіпті оқымайтын НИТ санатындағы жастардың саны 380 мыңды, ал өзін-өзі жұмыспен қамтитын жас азаматтардың, яғни тұрақты табысы жоқ жастардың саны 300 мыңнан асып жағылады. Сонда тек жас азаматтардың кемі 750 мыңы жұмыссыздар қатарында. Бұл ресми статистикалық көрсеткіштен 10 есеге көп. Жалпы үкіметтің шешім қабылдарда жіберетін басты кемшілігі жалған статистиканы пайдалануы. Статистиканың елдегі нақты ақпарат пен шынайы көрсеткіштердің бет-бейнесі болуы тиіс. Дегенмен үкімет тарапынан қабылданған шешімдердің әлсіздігі көбінде қате мәліметтерге сүйенудің негізінде орын алып отыр деп есептейміз. Ұлттық бюро жүргізетін статистика барынша шынайы, халықтың әлеуетін ашық көрсетуі тиіс. Сонда ғана қазақстандықтардың тұрмысын жақсарту, табысын арттыру мүмкін болады. Осы ретте біз нақты ақпарат берудің жаңа әділ ережесін қалыптастыруымыз қажет. Ассалаумағалейкум ағайындар, Астана қаласынан бүгінгі таңғы жаңалықтар. Мынау ЛРТ. Бұның бірақ Шымкент қаласына Айтент мырзаға не қатысы бар деп ойлайсыздар? Өйткені біздің халық қалаулысы еңбек жаңағы ардагері, в общем, Айтент мырза Шымкент қаласында осындай ЛРТ салайын деп жатыр екен. Құрметті ағайындар, құтты болсын Шымкент қаласының тұрғындары. Құрметті Айтент мырза, просто бір адамның жүрегі ауыратын нәрселер жасайсыздар да, ЛРТ салайын деп жатыр екенсіздер. Бүкілін жазыпсыз, талқылауға жіберіпсіз, халық қобын талқылайтын, бір тиынға да керек емес бізге ЛРТ. Мына шешесіне рахмет, мынаның тұрған жетет бізге. Көзіміздің алдында бақырайып, пәленбай миллиардтаған ақшаны жеңіп кеткен ЛРТ бізге бір тиынға керек емес. Жолды жөндеңіздерші, жолды. Айтент мырза, сізден өтініп сұраймын. Кеше аналарды көрдік қой, жаңағы үйлерін бұзып қират тастаған бір көшенің бойын. Ескересіп кірем деп отқан. Қаяғыма кірем, ел бұзып тастаған ойды. Қаяғыма кірем. Түсінемедім. 2 жылда тойын соғатқан ақшам болады, соған ма не той кірем? Абайна өкіметке сатып соны. Яқта көп балалы инвалидтер. Мұқтаж болған. Сол кім сатты десе, мысалы, акиматтан біреу кеп сатып кеткен, екінші біреу келген, сендер заңсыз сағасындар деп, қол астыңыздағыларды сіз дұрыстап жүгендесеңізші, бетімен кетіп баратыр. Мен түсінем, дұрыс емес, жаңағы дұрыс емес документпен сатып жіберген. Бірақ сол айналаңызда жүрген акиматтың адамдар істеп жатыр ғой, сол мен барып, мысалы, бір жерін сатамаймын мен никак. Акимат істейді сондайдың бәрін. Сол үшін соны қадағаласаңызшы, ЛРТ сағаннан бұрын. Айналайын Айтент мырза, анау айтады ғой, ЛРТ сенің нетеңім жылтырайды көтенің деп, дәл сол сияқты болып тұр әңгіменің ашығы. ЛРТ сізге бір тиынға керек емес. Жаңағы анау үйін бұзып жатқан аналардың мәселесін шешіп беріңіз сіз, ЛРТ емес. Бүгінгі менің жүрегімді ауыртқан екінші жаңалығым ол жаңа азанда көрдім. 22 жасар бала сотталып жатыр да, 20 жылға ағайындар жаңағы наша сатқан. Мен түсінем, наша сатқан дұрыс емес, керек емес. Құрметті жастар, ондайға мүлдем жоламаңыздар. Бірақ ағайындарда 22 жасар бала 20 жылға сотталып жатыр. Бірақ елді тонаған, жеген, пәленбай миллиард ақшамен қашып кеткендер қашып жүр. Измена Родины деп кеше Карим Масиевті айтып жатыр. Жаңағы переворот, әскерді қолданды, бүкіл билік күштерін пайдаланды деген 18 жылда қайда бүйірде бір-біріне қарамаға сәйкес келмейді ғой, мүлдем шешесіне рахмет. Измена Родины жасап қаншама адам қырып жіберген жақсы сияқты да, былай қарап тұрсаң, наша сатқаннан көрші. Сол үшін ағайындар, құрметті жоғарыдағылар, сотта жұмыс істеп жүрген мырзалар, бұндай әділетсіздік жасамасаңыздаршы. Мен оны түсінем, мен жаңағы 20 жыл оған жаңағы паза слуган берілген деп. Масиевке 40 жыл берінсін онда. Наша сатқанға 20 жыл берінсе. Болмайды да, о, ұят қой. Мен бүкіл Қазақстанға бір сөз айтқым келеді, айғайлап ше. Ей, ағайын, 365 күн бір-біріңмен ұрыспай тұра аласыңдар ма? Істей алмайды. Неге? Оны ол сұрақта Абай да жауабын таба алмай кетті. Сен білесің бе Қытайға біздің ата-бабамыз не үшін көшкенін? Қазақстан кімнен қашқан? Ағайынның қастығынан қашты. Арт репрессия ғой. Енді репрессияны кім артынан жазған? Кім жазды? Кім ұстап берді? Қайдан шықты бұл ырылдасу? Үкімет ауысты. Компартия келді де, бұрынғы патша үкіметі жоқ деп. Содан қазақ екіге бөлінді. Міне, осы жерден басталды ырылдасу. Анау жартысы коммунист болды, жартысы жоқ. Қазақ болып қаламыз,
ел боламыз. Оның ішінде жаңағы Әлихан Ахмет аталарымыз болды, талай-талай алаш көсемдері, арыстары, тіпті қазақтың қарапайым байлары, өнерпаздарының өзі қатардағы жаңағы. Сол осы ұлттықты сақтап қалайық, мынау деген үлкен келе жатқан індет, мынадан құтылу керек деген кезде не істеді қазақ? Мыналар оттай береді.